Сәлем достар, сіздермен бірге Эльмира. Бүгін ет тамаққа арналған қамыр жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен ыдысқа 400 мг қайнап суытылған суымызды құйып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаны жарамыз. Және де 1 ас қасық тұз құямыз. Жұмыртқа S1 болу керек. Мен S1 жұмыртқасын пайдаланамын. Және де шемішке майдан 2 ас қасық шемішке май қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз, тұзы ерігенше. Араластырып аламыз. Сосын айта кетейін, дәл осы рецептпен мантыға қамыр жасауға да болады, және ет тамаққа да пайдалануға болады. Мен осы қамырды ет тамаққа да, мантыға да пайдаланамын. Әбден жақсылап ертіп алдық. Енді осы суымызды жаңағы өлшеп қойған 1 кг ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап қамыр бастыратын боламыз. Судың барлығын бірден құйып жібереміз. Қамырымызды жақсылап иілеп, салфанға салып, тындырып қоямыз. 20-30 минуттан кейін қайтадан қайырып басып иілетін боламыз. Әбден иіні қанған қамырларымызды таразыға салып, 300 грамнан бөліктерге бөліп, оларды тағы да салафанға салып қоямыз. Тағы да бір 20 минут тұрғаннан кейін барып, жаюға кірісеміз. Дәл осы қамырларды 300 грамнан 2 күлше жасап, 1 пачкаге 2 күлшені упаковкалеп сатуға шығарсаңыз болады. Қыздар, егер де сіздерде үйде отырып, табыс тапқыларыңыз келетін болса, егер декретте отырған болсаңыз, немесе кәдімгі өзіңіздің основной жұмысыңыздан бөлек 2 күн демалыстарыңызда, осылай үйде өзіңіздің қолыңыздан келетін қамыр жаю арқылы 2 кг ұннан бастап та осылай бизнес жасауға болады. Калькуляция жасап, сатуға шығарғыңыз келетін болса, комментарийге жазып кетіңіз. Қамырдың қандай түрінен сатуға шығарып табысқа шыққыңыз келеді. Мен келесі жолы калькуляциясымен бөлісетін боламын. Енді қамыр жаюға кірісейік. Мен мына жерде 2 күлшеден жаямын. Алдымен ұн сеуіп аламыз. Сосын қолымызбен күлшенің жиектерін сағат тілмен бағыттас отырып, айналдыра анандай қылып батырып жұмсартамыз. Қамырды шамалы үлкейтіп аламыз. Бұл жерде маңызды ақпарат, қамырдың 2 шетін ғана басу керек. Мүмкіндігінше бірдей қылып, ортасына тиіспейміз. Сосын қамырды жайып бастағанда да шетінен ортасына қарай жаямыз. Сол кезде қамырларымыз бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмайды. Барлық жағы бірдей болады.
қамырымызды жайып болдық. Енді киім орайтын пакетпен упаковка жасаймыз. Яғни киім орайтын пакетті ортасынан кесіп аласыз, екіге бөліп, мынандай қылып қамырды орап, самоклеющий пакетке салуға да болады, болмаса мынандай вакууматормен упаковка жасауға болады. Және сыртына өзіңіздің логотипіңізді жабыстырып, осылайынан морозилькке қатыруға, одан әрі магазинге сатуға жіберсеңіз болады.